сөзге тартсақ, Гүлдана, жүлдең құтты болсын. Тағы да жасөспірімдер арасында міне чемпион болып отырсың, жалғыз алтынды алып келіп отырсың осы турнирдегі. Жалпы өзің үшін жарыс қалай өтті? Сен әлі де жасөспірімдер арасында өнер көрсетіп жатсың ғой. Иә. Осы жылы жарыс қатты қиын болған жоқ маған. Бірінші айналымда мен бос болдым, бірінші схватка. Үшінші айналымда өзбек қызымен кездестім. Өзбек қызында жақсы күресті ұтып алдым. Завыхт деген қазақ қызымен күрестім. Қазақ қызында ұтып алдым. Финалға шыққан кезде де қазақ қызымен шықтым өзіміздің. Қарағанды облысының қызы. Қарағанды облысының қызында Хансоккимен ұтып алдым, шидомен. Қазақстан чемпионатында күрескем, Завыхт финалға жолдамаға. Сол кезде ол қыздан ұтылып қалған, мен осы жылы сол маған бұйырып ұтып алдым сол қызды. Өзің Жаңаөзен қаласынан келіп отырсың, бүгін арнайы осы біздің қаламызға өтсең, осы біздің көрермен. Менің бапкерім Жүнісбаев Меліс, Өтесбаев Асхат. Сол кісілердің арқасында осы жеңістікке жетіп отырмын. Мен өзім Теңелбаева Гүлдана. Әлі де жасөспірімдер арасында күресемін. Алдыңғы жыл осы Бекет Махмұтов атында өткен Кубок Азиядан айдың 27-сі бұйырса Грузия мемлекетіне кетіп бара жатырмыз. Ол жерде Кубок Европа жарысы болады. Бұйырса сол жарысқа. Сіздер енді дегенмен әр жарыстың алдында жақсы нәтиже, алтын, күміс, жоғары күтесіздер ғой. Жалпы осы нәтижеге көңіл тола ма? Жаңа барлық салмақтан нәтиже көңілден шыға ма? Жалпы үш қола. Енді негізі енді барлығының да арманы ол жерде дейтін чемпион болуы. Енді Аллахтың қалауымен бұйырғаны қола болып, оған қанағат етеміз. Әлде ешкімді бөліп жармаймыз ол жерде. Біздің Маңғыстаулық жастар құрамасы өте әлем жүзінде үлкен жарыс болғандықтан биыл Маңғыстау құрамасынан үміткер